Қайырлы кеш қыздар, бүгін сіздермен картофельный дольки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: картошканың өзі, сыртын міндетті түрде жуып алыңыздар. Одан кейін тоз, чеснок, соус терияки, қара бұрыш. Одан кейін өзіңіз ұнататын приправалар, мен осыны қолданамын. Және де оливковое маслоны қосамыз. Мен әдейі бұларды құтыға салған жоқпын, чтобы сіздерге барлығын сырты қандай екен көрсету үшін арнайы құтыларға салған жоқпын. Все, енді іске кірісейік. Картофельный дольки жасау үшін ең әуелі картошкамызды турап аламыз. Өздеріңізге қалай удобно, солай турай бересіздер. Біз барлығымызды сопақша етіп турап шығамын. Картошкаларымызды турап қойдық. Енді ыдысқа салып, сыртындағы қабығымен осылай болады. Енді соус терияки. Көп қоспайсыздар. Кішкене ғана қосаңыз, әйтпесе қара болып кетеді. Все, осы жеткілікті. Чеснок. Кәдімгі чеснокты да турап салсаңыз жақсы, негізі. Қара бұрыш, тоз. Одан кейін осы приправамыз қосамыз. Бұл болмаса өздеріңізде қандай приправа жақсы көресіздер, соны қоссаңыздар болады. Кішкене вкус береді. Одан кейін оливковое маслодан кішкене көбірек қосамыз. Примерно 70-80 граммдай. Все, енді осыны араластырып 10 минутқа осы күйінше тұрады. Содан кейін духовкаға саламыз. Барлығын жақсылап араластырдық, тоз барлығы. Все, 10 минутқа бір жерге қоямыз. Әшейін тұрады. Содан кейін алып духовкаға 180 градусқа примерно 25-30 минутқа қоямыз. Яғни картошкамыз піскенше. 10 минуттай уақыт өтті. Енді осыны духовкаға 180 градусқа саламын. Сонымен дайын. Ең жеңіл рецепті. Картофельный долькиіміз духовкадан шықты. Міне осылай шықты. Дәмін қазір ғана жеп көрдім. Енді мощно шықты қыздар. Жұмсақ, әдемі осылай қабығымен. Прям мощно. Майға қуырмай қойыңыздар. Кейбіреулер негізі майға да қуырып жасайды. Майсыз да осылай духовкаға жасасаңыздар әдемі кетеді. Дәмі енді жұмсақ, қараңыздар. Қараңыздар. Бөлінген кезде де. Көрдіңіздер ғой, жұмсақ, барлығы піседі, ешқандай шикі еш нәрсе болмайды. Қасына күріштің қасына, былайынан тамақтардың қасына қосып берсеңіздер әдемі кетеді. Тек қана YouTube каналыма ғана тіркеліп қоймай, өзімнің Инстаграмда жеке парақшам Дана Нежна Мырзакулова тіркеліп қойсаңыздар, белсенді болып отырыңыздар. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін.